таргет бұл жай ғана реклама. $10 дейсіз, сіз слив жасасаңыз, Қазақстаннан $10 далаға шығып кетті деген сөз. Өзіңнің атыңа лайық болу керексің деп. Қателік жасауға не имею права деп ойлайтын. Ең қымбат алған курсым 3 миллион болды менде. Бір кісі айтады, менің соткам непелі, ішінің бәрі тек соғыс, төбелес, Украинаны көрсете береді дейді да. 13 күнде 43 миллион продаж жасады. Нені алам деп барады, соны алып қайтады ғой. Лучший деңді күтіп жүре беру да ол. Ретаргет дегендерді оқығаннан кейін өзім шок болғамда, ужас, адамдарды пайдалануға деген бір сезім болды да. Просто анализ жасауға ерінеді, просто бір креативпен реклама жіберіп отыра бергісі келеді. Маған жатпайсың ба, үйіңде бір кнопкаңды басып. Таргетолог қанша табуы мүмкін? Вообще посуду жумаймын, тамақ пісірмеймін, үй жинамаймын да, например. Қазір каждый второй бизнеске реклама керек. Дана, бүгінгі біздің үшбұрышты әңгіме подкастымызға қош келдің. Рахмет. Енді біздің тыңдаушыларымызға сені таныстыру мақсатында сен кімсің деген сұрақ қойғым келеді. Сен кімсің? Дана Махмуд кім? Немен айналысады? Деген сұрақты ашып берсең. Қош көрдік. Мен Дана, жасым 33-те. 4 баланың анасымын. В данный момент мен эксперт-таргетологпын. Таргетолог болғаныма 3 жыл болды. Және де осы салада в данный момент одан сайын расширяция етіп, в данный момент өте үлкен крупный проекттерді алып, үлкен проекттермен жұмыс жасап жатырмын. Строительный компаниялармен. Осы Ақтау қаласында 2 үлкен строительный компания и 3-ші, который только таунхаусы салатын. Сол 3 компания и Алматы қаласында тоже таунхаус салатын строительный компаниялармен жұмыс жасаймын. Яғни олардың рекламаларын шығаратын таргетолог мен боламын. Қазір енді осы мамандығыңа жайырақ келеміз. Бұған дейін сен өзің көптеген салаларда жұмыс жасағансың, сұлулық салондарында визажист болғансың, шаштараз салоны жаңағы маманы болғансың, одан қалса жаңа лэшмейкер болмаған салаң жоқ сияқты. Осы именно осы сферада неге таргетке крутой поворот болып кетті сенде? Менде вот с 18 лет уже именно салонный сферада болды. Менде свадебный салонда болды. Мен свадебный салонда прическа, макияж жасап 5 жыл жұмыс жасадым. Прическа, макияж жасайтын всегда. Таңертеңнен кешке дейін адам өте көп болатын. Той әлемі дейтін жолдың бойында знаменитый болды. И сол жерде мен 5 жыл прическа, макияж жасайтын визажист болдым. И одан кейін мен өзіме студия аштым, сұлулық салонын, содан өзіме свадебный салон аштым, оны жаптым, қайтадан студия красоты аштым. И солай жасап жүрдім. 2020 жыл менде 4-ші балам босанғаннан кейін, сол март айында жұмысқа шығам деп жүргем. Январь айында босанып, 3 айлық баланы, всегда мен 3 айынан балдарды тастап жұмысқа шығып кетем. И потому что үйде отыра алмаймын. Мен бір андай подвижный адаммын да, бір орында никак отыра алмаймын. И сол март айында шығам деп күшті болып дайындалып жүрдім. Бірақ мен таргетті тек өзімнің салама. Именно осы біздің студиядағы мастерлерге кімге клиент керек, кімде клиент аз осы аптада соған реклама шығарып, солай жасап жүрдім да. Но ондай прям углубленно білмейтінмін ол кезде реклама қалай шығару керек именно в соцсетях. Енді Инстаграм дамып жүрген кезі ғой, енді продвигатпен шығарамыз, блокировка болып қалады, қайта соны ізденіп жүрдім. Россиядан сұрап, Украинадан сұрап жүрдім сол жерде мастерлерден, которые қалай шығарасыздар деп. Ол кезде мен таргетолог деген бар екен вообще білмеймін, мастерлерден сұраймын. Жаңағы шығарып жүргенде, қалай вы рекламу как делаете, продвигать еткенде қалай, у меня без конца сондай блокировка болады, Фейсбуктан проблем болады деп та. Содан кейін сол орыстар айтты маған, таргетологтарға обращайся деп. Содан кейін мен таргетолог деп іздеп бастадым. Оған дейін ондай мамандық бар екен вообще білмеймін. Әйтеуір главный мен таргет жіберіп жүр екенмін. Мен ол жіберіп жүрген затым таргет екенін де білмеймін ғой даже. Әйтеуір жіберіп жүрмін да, бірақ клиент әкеліп жүрмін неге студияға. Клиент өте көп болады всегда. Хозяйка кейде сөйлейді, почему у вас всегда базар вокзал, тишина болатын күн бар ма деп та, сөйтіп ұрсатын. Раушан деген қыз, хозяйкасы, өзі студияны ашқан, бірақ жүргізе алмаған соң полностью студияны сдавать етті. Арендаға мен алдым, и ішіне қыздарды алып, жұмыс жасап, и сол кезде бізде күнде адам болады, ол қыз келеді да, бізде күнде адам көп бола берген кезде айтатын солай. Почему у тебя всегда базар вокзал болады деп та, қалай деп. Мен сол кезде айтатым, мен просто на Инстаграмда кішкене жүргізем, ол кезде сторис емес, андай прямой эфир ғой, сторис деген жоқ еді ол кезде. Бәрін тек шыға берем прямой эфирға, қосам дағын адамдармен сөйлесіп, сөйтіп жасап атқан жұмыстарым көрсетіп. Солай. И макияж прическадан қойып, неге көшіп кеттім. Лэшмейкер болып кірпік істеу хит болды. Қай зат хит болса, мен соған тез ауығамын да, тез ауысып кетем. И білмеймін, сол менің бір фишкам шығар деп ойлаймын. Қай зат тренд болады, мен сол затқа тез бейімделіп кетем да, и тез жасап үйреніп кетем. Солай и кірпікті обучение бастадым, өте көп адамдар оқыттым.
осы ақтаудың почти лэшмейкерлерінің тең жартысын мен оқытқан шығармын. Прям даже үйде отырып та не істейтінмін, үйде кезде даже үлкен осындай зал бөлмені полный жинап тастап 10 кушетканы қойып 10 қызды алып сөйтіп оқыта беретін. Менен оқып кеткен каждый уже салон ашып кетті, нормально болып кетті негізі қазір. Сол білмеймін, әйтеуір менде в основном сондай білмеймін, может сол менің қабілетім шығар, который бір новый затты өзіме. Сосын мен бір нені есіме түсіп кетті. Психологпен немен сөйлескен кезде адам өзінің бір 10 нақты навыкі болады екен. И соны ойлап 100 нені жазасын, ойыңа келген затты жазасын деді, и жаздым. И оны бірдеңе деп айтады, ұмытып қалдым. 100 жазасын, ойыңа келген любой сөзді 100 жазасын, 100. И соның ішінен 10-ын таңдап аласың. И сол 10-ның ішінде ең маңызды деп қойған, бірінші деп қойған кезде мен мүмкіндік дедім. Мүмкіндік деген менде бірінші тұрды да. Потому что маған сол кезде айтқан мүмкіндік, это значит жизнь бәрі беріліп тұрған, бізге ол мүмкіндік қой деп ойладым да. Мүмкіндік менде бірінші орында тұрды. И маған айтты, сен кез келген заттан мүмкіндік көре аласың екен деп. Соны жіберіп қалмау керек. Иә, и мен реально ойланып қарасам, кез келген заттан мені кәсіпті мүмкіндікті көре алам екен. Мен күйеуіме бизнес ашуға көмектестім. Күйеуім айттым да, бір күн екеуміз теңіз жағы таңда шығатын болдық. Неге? Серфинг катание бар ғой, серфинг катание. И сол кезде енді серфинг келіп жатыр. Мен айттым, давай біз неге осындай ашпаймыз деп. Сосын давай отырып алдық та екеуміз серфинг доскаларға заказ бердік. И серфинг доскаларды алып келдік. Енді бірінші күн шықты, күйеуім 0 ғой, адам жоқ. Жасамай, мониторинг жасамай, бастап кетесің. Просто алдым да, ойландым, давай осыны жасайық, осылай точно бізде күшті анандай бизнес болады, давай деп. Ақшамыздың бәрін салдық та, и серфинг доскаларды алып алдық. И доскаларды алып келді, енді қойдан арендасын алып алдық жерді да, арендаға. Теңіз жағадан. Иә, білем, үйреніп алдым уже. И сосын жаңағы теңіз жағаға қойып алдық та, и андай ғой, күйеуім бірінші күн шықты да, и адам жоқ, 0 да. Сосын мен айттым, тұра тұр қазір, мен саған скайп реклама жасаймын. И давай отырдым да, и андай всегда вопрос менде всегда болады. Кім қашан не үшін? Кім қашан не үшін? Не затқа реклама шығаратын болсам, мына затты кім қашан не үшін сатып алады деген сұрақ қоямын да, и соны анализ жасаймын. И сосын шығардым, и соған реклама шығардым. И началось поехало ғой. Бір күнде ең азы 500 000 сондай түседі. Дым расход жоқ қой, енді былай қарап отырсаң да, просто жібересің қайықтарда адамдарды отырғызып, и обратно қайтып келеді 1 сағатта, все, да. 1 сағат катание там 3000 теңгеден да. И солай күніге нормально таңғы 5-тен запись, 5, 6, 7, 8-ге дейін запись болады. Әрі қарай демалады күйеуім. Обедте, именно обедте адам көп болмайтын кезге легкие часы деп, жаңағы эксклюз часы деп, сөйтіп оған да реклама шығарамын, потому что обедте де бос отырмасын деймін да, біздің жұмыста тоже жұмысшы бала алдық қол қасымызға, и ол да бос отырмасын деп, оған да. И бүкіл тұрамда барып, бүкіл фитнес залдарға кіріп шықтым, бәріне. Сізден, если абонемент алса, бізде катание в подарок берсеңіз болады, давайте сондай договорға тұрайық деп. Бесплатно бір катание в подаркқа. Почему? Потому что бір адам келген кезде қасында тағы 5-6 адам алып келеді ғой. Бүкіл фитнес залдардың бәріне солай договорға қойып шықтым. И сол фитнестен келген бір адам қасында 5-6 адам алып келеді, олар бәрібір оплатасын төлейді. Солай андай наслышанность болады, насмотренность болады ғой, адамдар көріп, естіп деген танысады да, иә. Мен всегда бірдеңе жасайын ба, сразу ойланам, кім қашан не үшін сатып алады, қаяқтан келеді маған клиент. Иә, всегда сол сұрақ менің миымда болады. Например, строительныйда квартираны сатамыз. Кім қашан не үшін сатып алады? Мысалы, сол сұрақ. Бөлек шығу үшін жазасын солай. Мен креативтерге солай жазамын. Бөлек шыққың келе ма? Кел де квартираның кілтін алып кет деп. Солай рекламалар жақсы өтеді менде. И солай басталып кеткен менде негізі таргет. Маған негізі таргет өте ұнайды. Почему? Потому что мен білем, что заман дамып келе жатыр, қазір енді интернет дамып келе жатыр да. И рост бар екен. Бәрібір таргет это точка роста екен мен бәрібір түсінемін и білем. И мен бұл саладан пока кетпеймін. Иә, дұрыс. Мына жерде мынандай сұрақ туындайды да, менде таргет, SMM, мобилография дегеннің барлығы қазіргі заманның жаңадан шыққан мамандықтар ғой, біздер үшін шетелде мүмкін болса болғанда шығар, осыған дейін, бірақ бізде әлі еш жерде, еш университетте оқытпайтын бұл мамандықта, барлығы курстармен үйреніп алған. Енді біздің подкастымызды көптеген адамдар көруі мүмкін, бұл таргеттің не екенін де түсінбейтін адамдар көруі мүмкін. Сол жөнінде бір ауыз сөзбен таргет деген не ол айтып түсіндіріп кетсең. Мен оны білем,
не екенін. Иә, адамдарға, Иә. таргетті енді басым көпшілігі білетін шығар деп ойлаймын, если Біз білмейтіндер. солай деп ойлайды екенбіз. Иә, Оказывается, білмейтіндер. олай емес екен. Иә. Мен өзім Инстаграм жүргізгеннен кейін қай кнопканың қалай басылатынын, қай кнопканы басқанда не шығатынын, даже элементарный жаңағы статусқа, сторисқа салуды білемін ғой. Сонымен өзімнің қасымдағы дос қыздарым бәрі біледі ғой деп ойласам, оказывается, ешқайсысы білмейді екен. Бір күні кофеге шыққан кезде үйреттім, сосын отырып алып. Элементарный заттарды білмейді. Мен өзім таңғалдым да, сол кезде барып менің миыма жетті да, что менің білет деп ойлап жүрген затымды ол елдің бәрі білет деген сөз емес. Таргетпен қысқаша екі ауыз сөзбен айтқым келетіні, таргет бұл жай ғана реклама. Бұрын рекламаны газетадан табатынбыз, іздейтінбіз тумбада всегда. Тумбалада деген газеталар болушы еді ғой. Сосын бегущая строкаға беретінбіз рекламаны. Потому что и билбордтарға, жолдың бойындағы билбордтарға береміз. Например, мен өзім 1 миллион теңгеге кезінде билбордқа реклама бергем, свадебный салонның рекламасын. Менде 1 миллионға билборд тұр, 200 мыңнан 2-ақ көйлек өткен бір айда. Сол үшін мен айтқым келеді, таргет бұл ең үлкен мүмкіндік. 1 миллионға қарайған миллион адам көре алатын реклама шығаруға болады. Ал билбордты, например, именно сол жолдан өтсең ғана көресің ана билбордты. Если өтпесең, үйде отырған адам оны көрмейді. Это оны жоғары қарасаң ғой. Иә, қарасаң оған көзің түссе көресің. Енді ол бір. Сосын бегущая строканы, например, отырып оқитын адам бар, оны оқымайтын адам бар, көрмей қалады. Телевизордағы реклама, газетадағы реклама, қазір билбордтар енді жайлап шетке сырылды. Қазір в основном осы интернет желісінде, ТикТокта, Инстаграмда, Гуглда, Яндексте, Ютубта рекламаның бәрі жүріп жатыр. Соның бәрі таргет. Жүріп тұрған рекламаның бәрін бір ауызбен айтқанда таргетированный реклама деп айтуға болады. Мысалға, біздер қолымыздағы ұстап жүрген сотовый телефонымызды искусственный интеллект деп айтамыз, иә. Менде мынандай не болды, типа эксперимент сияқты жасадық та. Жасадық емес, бір сондай случай болып қалды. Маған інім айтады, мысалға, Асанов Асқар деген баланы танисың ба дейді да. Сенің сондай кластасың бар сияқты ғой деп сөйдеді да. Сосын, иә, бар деп, сосын екеуміз бір-екі ауыз әңгіме айттық та. Сосын келесі күні маған ол алыс бір давно бір көрмеген сондай балада. Келесі күні сол баланы маған Инстаграмын шығарып тұрды. Инстаграмның ішінен. Сол сияқты. Тағы да мысалға одан кейін дельфиндер туралы әңгіме айтсаң, 2 күннен кейін сол Инстаграм маған дельфин туралы, Ютубта дельфин туралы ақпараттар жіберіп тұрады да уже. Сол да таргетке жата ма? Жалпы, иә, настройка. Иә. Сіздерде настройканы сол сияқты қылып жібересіз да? Иә, например, каждый сайт мен мынаны сұрап отқаным, басқа білмейтін кісілерге көздерін ашу үшін кішкене, мынау таргет екен ғой деп ертең біліп отыру үшін сұрап отырғаным. Иә, настройка ғой. Каждый сайт өзінің кіріп шыққан адамдар, өзі жайлы айтқан адамдар, в общем, фингерпринт деп аталады. Каждый өзінің посетительдерін, өзі жайлы айтқан адамдарды, в общем, бәрін танып, бәрін записывать етеді да. Facebook тоже как бы сайт ретінде үлкен танымал, записывать етеді бәрін. Например, бізде WhatsApp, Instagram и Facebook үшеуі бір қазір в данный момент, да. И сол кезде, например, даже WhatsAppқа бірдеңе жазсақ, даже мен сестренкамен, например, сумка алғым келіп жүреді десем, сумкалар шығады, например, бір брендтің атын жазсам, солар шығады деген сияқты. Оның бәрін негізі Facebook сіздердің хаттарыңыз оқылмайды, там не подслушивается дейді ғой, даже звонок подслушивается. Біздің телефон номерімізді, қай жерде орналасқанымызды, не жайлы әңгіме айтатынымызды, не жақсы көретінімізді, қашан қай жерге ұшып барып келіп жүргенімізді бәрін біледі. Сосын сайтта пиксель деген болады. Например, неге кіреміз ғой? Каспи. В основном ең үлкен интернет-магазин Каспи деп айта аламын. Например, Каспиде тоже пиксель бар екен, мен өзім білем. Не үшін? Потому что мен өзім жиі ұшам туда-сюда. И сол кезде билет қараймын ғой. Мен қараған кезде 63 мың болып шығады. Күйеуім қараған кезде 34 мың болып шығады. Потому что уже білет, менің бәленші күн бәлен жерге ұшам дегенді уже біліп тұр. И мен қараған кезде ни в коем случае менен арзан шықпайды. Арзан билет шықпайды никак. Сосын күйеуімнің Каспиімен аламыз ғой солай. Потому что қарау керек. Бәрі подслушка вроде бы думаю, да. И, например, білмеймін, менде арзан шықпайды.
никак, потому что уже меня как бы запомнили, да, бәрібір ұшатынымды вроде бы, да. Ақшасы бар қыз деп. Туда-сюда ұша берген соң, или айтамын ғой мен бәленше числода мен Алматыға баруым керек деп, например, жазам, например, может сояқтан настраивается, но все-таки пиксель настраивается, мысалы неге Каспиге өзіңізде проверочно кіріп бір затты қараңыз, қарап и алмай просто корзинаға қайтып шығасыз ба, шығып кетесіз, сосын алдыңыздан дәл сол зат қайта рекламадан да шыға береді. Почему? Потому что пиксель считает сіздің сол затты көргеніңізді, сол магазиннен көргеніңізді, и сол затты сіздің алдыңызға более рекламировать ете бергісі келеді, потому что сізде қызығушылық бар, бір қарадыңыз, адам бір көргеннен сатып алмайды ғой, сол екінші рет қызығып тағы кішкене қызығушылық оянып сатып алсыншы деген оймен қайта алдыңыздан шыға беруі мүмкін. И пиксель, который вот считает, та адам кірді, қай жерге кірді, қай товарды қарады, и қай товарды корзинаға салды, бірақ алмады, шығып кетті. Соның бәрін көріп қайта сізге настройка жасап отыра алады. Ол таргеттен бөлек процесс, да? Иә. Маркетинг, таргет, негізі таргет маркетингдің бір бөлігі ғой. Соның ішінде бәрі. Керемет. Бірақ қорқынышты, иә? Білмеймін, неге. Енді любой бизнесқа, наоборот, плюс деп ойлаймын. Жоқ, бизнесқа плюс қой. Енді біз мысалға бір адам бір рет касание жасағаннан кейін, именно сол адамға сол затты көрсете беретін функциясы бар да, таргетте. Иә. 2 рет, 3 рет, сол пока келгенге дейін. Мен өзім жаңа таргеттің курстарын оқыдым. Жаңа күшті таргетолог болмасам да, енді основасын біліп тұрғаннан соны білген көрген кезде өзім шок болғам да. Қалай сол адамның жасына қарай, тұрып жатқан жеріне, мысалға да, именно локально жіберуге болады. Сосын жаңа жас қызығушылығына қарай. Ол бір рет көрді ма, жаңа ретаргет дегендерді оқығаннан кейін өзім шок болғам да, ужас, адамдарды пайдалану ғой деген бір сезім болды да. Адамдарды жаңағы нечестно ғой деген сияқты бір сезім болды да, бірақ енді ол бизнестің заңдылығы ғой. Иә. Товарды өткізу керек, саудан, жаңағы услуганы өткізу, қызметті өткізу керек деген сияқты. Өте керемет, бірақ осындай таргетолог болу үшін қазіргі таңда енді өзім көрдім, үлкен компаниялармен жұмыс жасап жатсың да, өзіңді дамытып, өзіңді осы салаға как жаңағы үлкен кәсіпкер, кәсіптің иесі ретінде, маманның иесі ретінде өзіңді көрсетіп келе жатырсың да, осы бағытта көптеген оқулардан өткен боларсың. Қанша оқыдың, қанша сума саудың? От души. Мә есептесем негізі от души өте көп кетті маған курс обучение, потому что мен айтам ғой, көп блокировкаға түсе бердім, и соның ізденісінде мен курс ала беретім, курсқа тоймайтын, и соңында даже күйеуіме бірдеңе айтайын ба десем, күйеуім маған айтады ғой, курс алам деп айтпашы, болды, басқа бәрін айта бер дейді ғой. И солай негізі мен курс өте көп алдым курсты. Қазір в данный момент уже тоқтадым енді. Бәрібір адам болды, осы жерде білімім бітті, осы жерде мен бәрін білем уже деген жерде уже точка роста тоқтайды. Уже табыс көзде бәрібір осыдан аспайды. Сол үшін всегда надо двигаться, жаңа заттарды алып үйрену ешқашан кеш емес деп ойлаймын. Ізденісте болу керек всегда, алға тартып жүру керек. Мен әлі де курс алудан тоқтамаймын деп ойлаймын, әлі де аламын. Иә, аманшылық болса енді курстың әлде де нешеме түрлері шығады ғой, бәрін де оқимыз ғой. Иә. Бұған сенің жолдасың қалай қарайды? Курс дегенде мысалға товарға деп ақша алсаң, ол басқаша әңгіме да, ол бір затты аласың, оны сатасың, оның үстінен пайда көресің деген сияқты. Ал курс ол іштерде көрінбейді да, не оқыған, және оны келіп сен үйге келіп оны айта да алмайсың ғой. Не оқып келгеніңді айта алмайсың да. Көп болса максимум сен запись дәптерлеріңді көрсетесің. Мен өзімде сондай болады, соны менің жолдасым түсінбейді. Не оқи бересіңдер, сонда не айтады сонда ол жерде деп та, ол өзі бармайтын болғаннан кейін ол түсінгісі де келмейтін болар. Сенің ситуацияңда қандай? Жолдасың қалай қарайды оған? Менің жолдасым ондай особо қатты қалай қарсы емес. Өзің білші дейді. Ну как бы мен всегда, например, білмеймін, өзімнің мінезімнен ба, или всегда мен ойлаған зат это правильно деп ойлайтын, всегда. Мен құттай күнімнен, мен даже көзім қызатын, ана
психологтарға айтады ғой, мені кезінде әке шешем қолыңнан келмейді деп айтқан, сосын мен басылып қалғам деп айтады ғой психологтарға сөйтіп айтып жатады. Мысалы мен көп психологқа 3-4 адам болып отырып солай сөйлескен сәттеріміз болды да. Сондай нетворкинг кештер болды. И сол кезде мен көзім қызатын ана айтып жатқан адамдарға, потому что маған солай сөз ешкім айтпады. Менің әке шешем маған олай айтпады екен. Иә, маған неге солай айтпады екен? Наоборот, айтса тағы ренжисің ғой. Иә, наоборот, маған андай ответственность жүктеп қоятын да. Сен ақылдысың. Мен атым енді Дана болған соң, енді Дана, осы сен өзіңнің атыңа лайық болу керексің деп маған ответственность жүктеп қояды да. И сосын бәрін ақылмен шешу керексің. Ты не имеешь права ошибаться деп да. И сол үшін мен қателік жасауға не имею права деп ойлайтын всегда. И қателеспеуім керек. Даже мен бір сабақтан 4 қойса апай, мен сол кезде сабақтан соңынан қалып, апайдың соңынан қалмай, мен ана 4-ті 5-ке айналдыру керекпін қалайда деп солай болатын. И пересказывать етіп, қайттан пересдавать етіп, перечитать етіп, бәрін солай жасайтын. И сол үшін всегда менде сондай ой қалыптасқан. Мен бірдеңені шештім, мен соны мысалы осы курсты алам деп окончательно решила, значит, это правильное решение, потому что я не имею права ошибаться деп сөйтіп ойлаймын да. И ол мен дұрыс шешім қабылдап тұрмын, значит деп. И қалайда мен оны күйеуім бәрібір көндіремін да. Солай айтып па, әйтеуір білмеймін. Ана өзімнің көзімдегі уверенность көріп тұрған соң, может, күйеуім қарсы болмайтын да шығар, соба. Өйтіп қатты қарсы болмайтын негізі күйеуім. Ну, енді все-таки у нас енді семейный бюджет все-таки общий ғой. Күйеуім тоже нормально, хорошо зарабатывает, например, өзінің бизнесі, менің тоже табысым. Но все-таки в основном күйеуімнің табысын үйдің тірліктеріне, үйдің шаруасына, үйдің заттарына жұмсаймын да. А мен өзімнің ақшам жаңағындай курстармен, өзімнің дамуыммен өзімнен аспай қалады. Иә, реально. Просто менің төлейтінім тек қана жаңағы дополнительный, 4 ұлдың дополнительный, 4-еуінде дополнительный қандай не затқа қызығады, соның бәріне берем. И дополнительный 4-еуіне айына 200 мың кетеді. Вот соны мен өзім төлеймін. Садиктан дополнительно мынау 200-ден асады, кейде 250 болады, кейде 200 болып қалады. В общем, сол ай сайын 200 мың, ну, округленно 200 мың, балдардың сол дополнительный өзім төлеймін. А так остальные бәрі расходы күйеуім өзі төлейді бізде. И мен өйтіп қатты қарсы болмайды, бірдеңе не істейтін болсам, алатын курсқа. Ең қымбат алған курсым 3 миллион болды менде. 3 миллион қалдым. И сол кезде де 3 миллион деді, бетіме қарап ойланып тұрды да. 3 миллионға мен де шок болдым. Иә, бетіме қарап отырды да, сосын окончательно шешімің ба деді. Я дедім. Онда біл өзің деді. Болды. Басқа ештеңе айтқан жоқ. И сразу наличныймен төлеп алдым. Солай. 3 миллион шығардың ба енді? Да, 3 миллионның курсын алсаң да, 300 теңгенің курсын алсаң да, адам өзіне не аламын деп барады, сол затты алып қайтады ғой. Мен соны түсіндім. Мысалы, 3 миллионның ішінде особо ештеңе жоқ. Ну, енді прям мә деп айтатындай, мә мұны бір күшті секретті айтты дейтіндей ештеңе жоқ. Честно, да? Просто адам нені алам деп барады, соны алып қайтады ғой. И любой ортаға барасың ғой, сонша сөз, жақсы заттар айтады да, бірақ именно бір сөз сенің миыңда қалып қойды да сол. Ох, значит, вот так. Ох, осы сөз сенің миыңнан шықпайды да, осыны істеу керек екен, осылай жасауым керек екен. Уже басқа айтылған миллион сөз уже сенің миыңда жоқ, бірақ именно бір сөз мына жерде қалып кеткен соң, именно сол сенің толчогың болуы мүмкін. Именно сол сөз үшін, сол сөзді есту үшін Алла может сені сол жерге жіберді ма деген ой болады да. Мен миллионның курсын алғанда да, 3 миллионның курсын алғанда да солай, сондай түсінік болды менде. Нені аламын деп барасың, соны алып келесің. Бірақ енді сен айтып отырғаның барлығы жаңа таргетологтың курстары ғой, иә? Жоқ. Таргет емес, өзің тану, өзіңді дамыту, қалай өміріңді дұрыс бағыт жасау, дұрыс қалыптастыру, дисциплина, порядок, сосын бізде қазақтарда пунктуальность деген заттар 0 ғой. Соның бәрін реттеу ғой мендегі. И сосын қалай дұрыс мама болу, 4 баламен ұрыспай, ұрмай деген сияқты. Енді ұрып дегенде прямо қатты ұрмай, мен все-таки ер балдар болған соң, 4 бала менде, 4-еу де ер бала болған соң, бывает, енді өз-өзімнен шығып, вывожу из себя, да, просто. И сол кезде жынданып көтендеріне салып қалатын. И сол кезде артынан ойланып отырамын, ой, ұрмау керек еді. Сондай сәттер болады. И сол кезде просто
просто ойланып қарасаң да, білем дегенмен өмірде кейде білмейтін заттарың да көп та. Әрине. Мысалы балаға қандай тәрбие берген дұрыс болады деген сияқты. Сол әр затты бір ойланып в глубине души бәрібір андай бір қалай пунктуальный болуға болады, қалай бәріне үлгеруге болады. Оказывается, бәріне үлгеруге де болмайды екен. Үлгере алмайсың никак. Ол үлгермеуге де, оказывается, имеешь право. Мен бұрын солай үлгермеймін деп айтуға ұялатын. Мен үлгеруім керек деп ойлайтынмын да. Мен үлгере алуым керек. И всегда сол кезде де күйеуім маған айтатын, үлгерсең істе деп та. А қазір олай айтпайды. Потому что мен мнениемді өзгерткен соң, менің айналамдағы адамдар мнениесін тоже өзгертетінін түсіндім да. Мен үлгеруім керек деп таңға дейін ұйықтамай үй жинап кететін кездерім болады, например, да. Сол үлгеруім керек деп бүкіл шаруа үйдің де тірлігін істеймін, баланың да сабағын вместе істеймін. Қазір дополнительныйға берем, апайына айтамын, например, осы сабақтарынан кішкене слабый, давайте кішкене подгонять етіңіз деп та. Дополнительно тағы қасына 2 сағат оқытатын болса, 2 сағат күніге оқытатын болса, 3 сағат можете добавить, доплату жасаймын деп та. Сразу уже на месте решать етуді үйрендім. Каждый баламен отырып заниматься етуге менің уақытым жетпейтінін, мен өз өмірімде өзім бар екенін тоже түсіндім да. Өзімнің қалауларым бар екенін, өзімнің тоже рост бар екенін да, өзімнің өскім келетінін түсіндім. И сол кезде делегировать етуді түсіндім. Сол үйге, например, көмекші алуды түсіндім. Үйдің тірліктерін, үйдің тамақтарын, мысалы үйге келіп, бір мезгіл келіп, үйді жинап, тамақтарды пісіріп кетеді, например. Тоже үлкен көмек. Когда делегировать етіп, оказывается, солай бір көмекші алған сайын, сенің 24 сағатың 48 сағатқа көбейетінін, және бір көмекші алсаң, тағы 24 сағатың плюс болатынын түсіндім. И сол кезде менің уже миымда жаңа хаос, который үлгеруім керек деген, бәрі сол өз-өзімен рет-ретімен тұрғанын түсіндім да. Но осы жағдайға келу тоже оңай болған жоқ. Сразу соншама ақша кетті дейсің ғой. Иә, келу тоже ақшадан бөлек күйеуімді көндіру керек болды ғой. Например, да? Вот. Сен жақсы екенсің көндірген, біз әлі көндіре алған жоқ. Сол көндірудің өзіне мысалы қарайған время деген сияқты, сондай бәрібір, нервы бәрібір уақыт керек болды да. И в конце бәрібір решились ғой көмекші алуға. Үйде артық адам жүрген ұнамайды, мысалы күйеуіме да. И мен айтам, завтракты өзім жасаймын таңертең. И ол завтрак ішіп кетіп қалады. Сосын после завтрака апай келеді, который үй жинайды, завтрак ішіп болып, мен кетіп қаламын уже, все. Бүкіл балдар дополнительный сабақтарынан садиктерін кетіп қалады, үйде адам болмайды. Апай келеді өзі после завтрака артымыз жинап, посудын жуып, бәрін үйді жинап, стиралканы бәрін салып, обедті пісіріп, солай бәрін реттеп, гладить етіп, бәрін солай балдар обедте біреуі сабақтан келеді, біреуі сабаққа кетеді, дополнительдан келеді, дополнительға кетеді деген сияқты. Сол ауысымын балдардың сабақтарын беріп, жаңа тамақтарын беріп, сабақтарын қарап, дұрыс салдың ба, бәрін реттедің ба, артық зат кітап салып кетпе, жүк болмасын деп оларды қарап, сабақ, садик, жаңа дополнительныйларына жіберіп, кешкі асты қарап, пісіріп, бәрін кетіп қалады уже. 4-терде кетіп қалады уже. Уже бізде оңай екен. Жарты күн почти. Біз уже кешке келгенде бізде уже ужин дайын, ужинді ішіп болып, мен өзім кешкі посудын жуа салам. Иногда кешке, например, менде зум болады. Зум встречаларға көп шығам. И сол кезде менде бүгін зум бар деп айтсам, күйеуім, ладно деп өзі кейде посудын жуа салатын болды. Последнее время, да? И сол жағынан да бір андай приятно стало, да, құлағыма. Андай қуанып кетесің екен да, просто. Ол да бір жағынан қолдау, сосын ол да сенің жетістігің ғой. Иә, сол. Түсініп отырғанның өзі, ол сенің оқуларының жетістігі да. Иә. Әйтпесе бұрынғы Дана болса, жыж-жыж болып жүресің ғой. Мені қолдамайды, маған көмектеспейді, мені жаңағы не істемейді деген сияқты, түсінбейді деген сияқты позицияда жүре бересің ғой. Бұрынғы Дана болса, егер де. Иә. Білім алмаған. Ал таргетологтардың барлығы бірдей таргетолог болып шығып жатқан жоқ та. Барлығы бірдей маман болып шықпайды. Ал жақсы мамандар қанша ақша табуы мүмкін? Негізі бар ғой, дұрыс табуы. Например, прям күшті сұрақ. Не үшін таргетті оқып, жақсы таргетолог бола алмай жатыр деген сұрақ. Таргетолог мамандығы ол просто практик қой. Практика жоқ та, просто теорияны алып алады да, практика жасамайды. И содан кейін уже оларда результат болмайды. Курс барысында практика жасаса, если, например, бірде бір қайталап практика жасайтын болса, мен қазір, например, курс оқытып жатырмын ба, и бәріне айтам сразу. Таныс, ағайын, туыс, көрші,
берите. Бәрін ала беріңіздер. Хотя, ладно, первая неделя бесплатно болса да алыңыздар. Зато вам будет практика. Любой зат практикамен келеді. Просто көбісі курсты алады да, курсты осыны бәрін бітіріп болайын, мен әлі ештеңе білмеймін, білгеннен кейін барып жасаймын деген ой, ең қате ой сол. Содан кейін мен мына курстан бәрін үйреніп алайын, оқып түсініп алайын, содан кейін клиент алам. Жоқ, пока сен ештеңе білмейсің ба, ала бер. Потому что курс қолыңда. Когда саған адам сеніп келеді, ответственность уже болады да. И сен соны, ана курсты қарау лень. Біз адамның организміне тек қарның тоқ болса жата берсең лучшая позиция, да. И сол курсты қарамайды. И курс жиналып қала береді, да. И курсты в моменте қараңдар деп айтамын, да, всегда. Например, почему в моменте? Бір зат мода болған кезде кигің келеді, модадан қалып кеткен соң кигің келмейді ғой. Сол сияқты да курс тоже, когда прям в процессе қарау керек. Соны қарамайды. Сол үшін мен айтам, кім практически заданияға, практически клиент кім таппай жатыр, сразу маған жекеге жазыңыздар. Хотя бесплатноға, хотя азғантай ақшаға болса да, давайте практикадан бастаңыздар. Когда практикамен бірге бастайсың, и уже ответственность адамда болады да. Сен ана адамды алдың ғой, сен соған результат көрсету керексің деген сияқты. Сол кезде уже түсінбеген затыңды өзің үшін ана курсты ашып оқисың да, қарайсың. Курс менде қысқа, например, 20 минуттан 15 минут, ең ұзағы 30 минут. Дайын курстар бар, иә? Ұйықтап қалатын курс емес. И сол кезде нағыз тіпті түсінбей жатқан жері болса, сразу айтам, давай зумға шық. Любой момент, хоть түн болсын, таң болсын, мен айтам, давай шық. Мен саған түсіндірейін, көрсетіп жіберейін. И помогаю. Уже 1-2 рет жасағаннан кейін уже ана страх потеряется и түсінеді, что ол жасай алатын. И содан кейін барып уже таргетолог болып кете алады. Мен пока мынаның бәрін үйреніп алғаннан кейін таргетолог болам деп жүрген кезде, ол андай лучший деньді күтіп жүре беру да, ол деген. Бәрін идеальный ғылам. Иә, сол идеальный моментті күтіп жүре беру да, ол деген. Сол үшін бәрін просто надо начать. Мен соны түсіндіремін всегда. Практикаға адам алыңыздар. Жоқ болса, идите сходите в ТРК-ға любой. Айтыңыз, мен таргетолог едім, осылай курс алдым. Честность всегда на первом месте. Честно айтыңыздар. Өтірік айтпаңыздар. Ой, мен білем, бәрін қатырам. Жоқ. Просто барыңызда айтыңыз, мен новичокпын, менде ешқандай кейс жоқ. Мен бірақ жақсы курс оқып жатырмын, и мен сізге давайте бесплатно бір апта рекламаңызды шығарып берейін. Ешкім сізге жоқ демейді. Барыңыз деймін, барыңыз. Мен Шымкентте ЦУМ деген бар, мега ма, соның ішінде аралып жүргенде бір апа айтады да, мен таргет деген зат шығартып едім, прям күшті, бір келген адам 2-3 көйлектен әкетіп баратыр. Кім сенде шығар, сол таргетті сенде шығар, сенде де сауда болады. Бүгін сен дым сатпадың ғой деп айтып жатыр. Видите, адамдар уже, үлкен апа ана кісі да, енді үлкендеу апа, таргет деген шығартып едім деп, күшті болып, мен ананы естіп, мен мәз болып баратырмын ғой, о, молодцы деп та. Сондай жерге барып, саудасы болмай отырған адамға, давайте мен сізге жасап берейін, бір апта бесплатно. Давайте десеңіз жоқ демейді. Мен ойымша ешкім жоқ деп айтпайды. Бар ғой, 100 отказов деген бар ғой, например, да. Сол 100 отказ алып келіңіздер, барыңыздар деймін ба. Біреулер прям үйінен шығуға ерінеді ғой даже. Просто барып предложить себя ерінеді. Айтып та, даже бесплатно, 10 күнге бір аптаға давайте шығарып берейін. Даже бір күннен кейін уже былай, уже заявкалар келіп, уже дым саудасы жоқ болып отқан адам 1-2 зат сатып, бүгін не істесе уже настроениесі көтеріліп, мә, давай сізбен 1 айға жасайын, 1 айға бірінші қанша төлейін деп сұрайды ғой, уже сізге айлық клиент болады деймін да. Сол просто барып шығуға ерінеді да, адамдар барып жүріп келуге ерінеді, сұрауға ерінеді. Мен давайте мен сізбен жұмыс жасайын. Керек па деп сұрауға ерінеді да. Просто дайын, все дайын хотят. Менде негізі маған таргет сұрап хабарласатын адамдар өте көп. Бірақ уже олар үлкен компаниялар. Олар уже андай результат әкелмеген, сондай курсты оқып алып, содан кейін білем деп алып алған таргетологтардан, жандай слив жасаған, ақшалары далаға кеткен таргетологтардан, уже аузы күйген да олар. Олар новичокка ни в коем случае бара алмайды. Олар мені көріп, мені таңдап келіп отқан соң, мен не могу же их, например, кидать етуге да, ученицама бара ғой деп та, например. Сол енді бастап жатыр бұлар. Сіз соған барыңыз деп мен айтпаймын. Ни в коем случае. Потому что мен оның уже мұңын түсініп отырмын, айтқан сөзін естіп отыра, мен қайттан новичокка мен ни в коем случае жібермеймін да. Потому что сол нишада лучше өзімнің, который менімен бірдей таргетологтар бар, сол нишада уже давно работает. Одан да мен соларға бере салам. Мен бермеймін ученицаларға оларды. Потому что я хочу, чтобы бәрі справедливо болсын деп да. Сол даже кеткен, мен всегда айтам, даже кеткен $10 өзі,
$10 дейсіз, сіз слив жасасаңыз, Қазақстаннан $10 далаға шығып кетті деген сөз. Яғни Қазақстандағы бизнестен кетті. Бір қазақтың қалтасынан кетті. Минусқа кетті. Анаяқта Цукерберг байыватыр. Сол үшін одан да барынша қазақтың бизнесін байтуға тырысу үшін барынша таргетте ең бірінші жұмыс ол анализ. Полностью жаңағыдай анализ жасау керек. Кім қашан не үшін сатып алады? Мына затты кім қашан не үшін сатып алады? Мен осы 3 сұрақты всегда айтамын, бәріне айтамын. Кім қашан не үшін сатып алады? Осы 3 сұраққа сегментке бөліп тастаңыз, каждый аудиторияны бөлек-бөлек, и сол каждый аудиторияға өзінің потребностіне қарай соны көрсетіп креатив жасаңыздар. Ерінбеңіздер. Например, бір клиентке мен ерінбей 20 креатив жасаймын, ең азы. Мысалы, да? Солай жасап, солай реклама шығарыңыздар, сол кезде обязательно результат болады. Бір креатив өтпесе, екіншісі өтеді, значит. Просто анализ жасауға ерінеді, просто бір креативпен реклама жіберіп отыра бергісі келеді. И көбірек ақша алғысы келеді. Например, мен бір бизнестен 500-ге дейін миллион, мысалы, да, 1 миллион алатын бар. Айына 1 миллион төлейді менің айлығым, да. Сондай бизнестер бар, бірақ олар құрдан біз төлемейді ғой 1 миллионды. Вот. Қарайған креатив жасайсың, анализ жасайсың, қалай действовать ету керек бәрін. Например, квартира сататын кезде де квартира екінің бірі сатып алып жатқан зат емес. Нан емес, мысалы, да, күнде сатып алатын. Киім емес, например, по сезону сатып алатын. Квартира енді ақшасы бар, ақшасы жиналған, или ипотекаға алатындай, хотя бір қандай да бір вложениесі бар адам сатып алады да квартираны. И квартира нишасына, недвижимость нишасына реклама шығару андай шахмат, игра в шахматы деген сияқты ғой. С одной стороны сложно, с одной стороны интересно, да. Бір жағынан қызықты, да, маған, и бір жағынан қиын. Жауапкершілігі де мол. Иә. Например, маған миллион төлеп отыр деп мен отыра алмаймын. Мен осы айда, если дұрыс жұмыс жасамасам, келесі айда я могу потерять эти миллионы, да. Сол үшін ответственность болу керек. Сол жақсы таргетолог болып, жаңағыдай шығу үшін бірінші орында практика керек. Анализ жасау керек. Кез келген бизнесқа өзіңнің бизнесің сияқты прям терең кіру керек. Сол кезде ғана жақсы результаттар болады. Олар қайдан біледі клиенттің қайдан келген? Таргеттен келді ма? Тұрады ғой реклама деп. Или жаңа өздері іздеп келді ма? Офис осы жерде бар еді, мысалы пәлен деген компанияның деген сияқты. Жоқ, қазір ондай прям офис осы жерде бар еді деп келіп жатқан адам жоқ, сразу звондайды. Қазір бәрі еріншек қой. Было время Алматыда. Плохая погода, не проблема. Мы вас сами заберем из дома, к нам в офис деген рекламаларды шығардық. Керемет қой. Вот. Почему? Потому что бірдемені сату үшін бірдеңені предлагать етіп білу керек қой, мысалы. Сол, даже қазір адамдар еріншек есінде қалады дейсің ғой. Иә, мә деп мыналардың андай прям подход күшті екен ғой деп, да. Сондай бір ой келеді, да. И мен, например, бір хитрость тоже жасаймын, например, таргет жасағанда квартираны сататын кезде, мысалы, именно мал ауылда ақша көп қой енді бізде. Жетібай, мысалы, жаңағы мал ауылға жіберетін кезде былай жасаймын. Именно Жетібайдың тұрғындары алды осы домнан 3 үйліктің бәрін деп. Последний бір 3 үйлік қалды деп. Солай шығарамын. А там на самом деле 3 үйліктен бар жетеді, да? Иә. Бір 10 шақты қана Жетібайға жібересің ба сосын? Иә. И сосын тек қана Жетібайдың адамдары хабарласады ғой. Не, біз деген Жетібайдан хабарласып жатыр едік. Мына 3 үйлік соңғы қалды дей ма не? Соны бұрандап ұстай тұрың, біз бара жатырық деп. Сөйтіп сатқан кездеріміз де болған, негізі 3 үйліктерді. Негізі кішкене енді адамдарды ол бір жағынан хитрость болуы да мүмкін. Бір жағынан зато олар бәрібір ақшалар бар, бәрібір алайын деп отыр ғой. Иә, просто оларды кішкене итермелейсің, да. Кішкене итермелейсің. Например, Nail Studio. Nail Studioда ашты Nail Studio. Ішінде прям столдары өте көп, мастерлер көп, бірақ клиент аздау болып тұр. И сол кезде осы Ақтау қаласында 19-ші микрорайонда Nail Studio. И сол кезде айтты, давайте сіз маған кішкене көмектесіп реклама шығарып бере аласыз ба деп. Мен айттым, менің услугам қымбат болады, бірақ бірінші мен сізге реклама шығарып берем, клиент көп толады, содан кейін барып сіз оплата жасай қойыңыз, ладно деп, та. Өзі Батыр ауылында келін екен. Өзі особо көп жаңа студияға келуге уақытысы болмайды ау деймін. Бірақ ішінде иә, өзі тоже мастер по ногтевому сервису. И бірақ ішінде қыздар өте көп, та. Прям мен кірдім, прям ұнады, нормально. Бірақ прям күшті қазіргі не ғой, заманауи, иә.
Сосын давайте онда тарге шығарайық дедім. Сол кезде айтты, бізде негізі 2500-ден деп шығара беріңіз, маникюр гель спа крем арзандау шығара беріңіз деп сөйтті. Сосын мен айттым, сізде жақсы мастерлер бар ма, который стажем, который уже олар 2500-ге жасамайтын шығар. Иә, олардың өздерінің кішкене шамалы өздерінің клиенттері бар, оларға реклама особо керек емес дейді да. Но если оның ішінде жаңағыдай тек жақсы жасатам деген адамдар болса, онда бағасын бөлек айтып, оларды бөлек шақырып аламыз дейді да. Мен айттым, жоқ, олай некрасиво. Давайте лучше былай жасайық. Знакомство с мастером деп шығарамыз. 2500-ден студентам шығарайық давай. Студенттер арзандау, бірақ әдемі болып жүргісі келеді. Оларға именно студенттерге арналған скидка деп шығарамын дедім. Әдемі креативтер шығарам. Сосын екінші сегментке бөлгенде мамы в декрете. Мен айтамын ғой всегда, кім қашан не үшін сатып алады деп. И мамы в декрете болған кезде мамы в декрете сапалы, бірақ арзандауын іздейді. Почему? Потому что өзім в декрете отырған соң, әрі тез болса, әрі сапасы да күшті болса, и арзандау болса, кішкене ақша сэкономить етсем, балама подгузник ала салам деген ой болады ғой. Сол сөйтіп ойладым, и давайте. И промокод мама в декрете деп айтасыз, и солай записываем мы вас деп. Промокод мама в декрете. И давай мама в декрете знакомство с мастером. Нормально уже. Бір айдай болды, 2 айдай болды на мастеринг жасап жүргенде, бірақ клиент жоқ дейді да. И бірақ нормально уже руку поставила, жақсы жасайды дейді. Все, давай, онда жақсы жасайды, качественно. И именно мамам декрете скидочка деп. Сол триггерить етті да, и клиент прям адам көп от души болды. Сосын енді бизнес-леди. Например, бизнес-леди ақшасына қарамайды. Качественно, дұрыс, грамотно жасалған болу керек и тез. Работаем в 4 руки деп шығардым. Потому что сразу 2 мастер 2 жағынан жабысып бәрін тез жасайды. Время. Быстро, качественно и вовремя. Время деген үлкен жазу болды. И соған қарай уже мамы бизнес-ледилер келе бастады. Им не жалко 5000 болсын маникюр, ол 7000 болсын маникюр, 4000 болсын. Зато тез, уақытысында, качественно, комфортно. Таза ішік, оларға уже бөлек өздерінің кабиналары тұр ғой, который сояққа отырады, өзімен өзі тыныш, тез-тез жасатады, бәрін качественно, қанатпайды, нормально. И сол кезде өте көп клиент болды, өте. Потому что әркім өзінің аудиториясына уже жұмыс жасап жатыр да. Студенттерге түсінікті. Студенттерге жасына қарай шектеу қоясың да, таргетке жүргенде. Ал мама в декретте кімнің қайда отырған қайдан білесің? Жоқ, мама в декрете деген сөз уже ұстап тұр ғой. Именно набери промокод мама в декрете деген сөз болды. Промокод мама в декрете. Именно сол сөзді айтсаң, все, саған автоматом 50% скидка деген түсті да. Оларға Декретте отырсын, отырмасын. Жоқ, енді в основном мамы в декрете қарайды ғой оны, например, да. Мен өзім қарамаймын. Мен мама в декрете емеспін ғой. Менің өзімнің басқа да тірлігім бар. Мама в декрете деген маған алдыма шықса, мен қарамаймын, мен оны пролистываю. Вот видите, мама в декрете дегенде именно декретте отырған адамдар қарайды. Сол уже креативте уже шақырып тұр да, уже креатив. Сол 3 сегментке бөліп солай жасаған кезде уже реклама прям күшті ұшты ғой. Просто акция 2500 теңге деп қойғаннан қарағанда, мен солай креативті солай сегментке бөліп уже полностью анализ жасап, солай уже шығарған кезде прям результат на все 100 болды да. Сол үшін айтам всегда, болады ғой жаңағыдай, таргет жасамайды, таргет креативға келген жоқ, клиент алып келген жоқ деп айтады ғой. Оның бәрі андай некачественно, без анализа, ерініп жасаған адамның жұмысы шығар деп ойлаймын. Негізі мен өзім таргет реклама жібермей тұрғанда бір күн целый день, бір күн сол анализға кетеді менде уақыт. Анализ жасаймын. Кім қашан не үшін сатып алады, қандай да жағдайда сатып алады. Мысалы, мебельная компанияда менде қазір Каспиан мебель, Ақтауда 4-ші микрорайонда зданиесі. Үлкен компания, 5 бригадасы бар. Каждый бригадада 3 адамнан 15 адам ба? Жұмыс жасайды. Олар тез да. Сол жағы маған ұнады. Например, бір мебельге заказ берсең, созып жүреді ғой, үлгермей жатады. Мына жақта әйтеуір адамдар көп та, бригадасы көп екен. Сол жағынан ұнады. И екінші, оларда рассрочка компанияның атынан. Без процента, без банков да. Солай бөліп төлеуге болады. Өте жақсы мүмкіндіктер бар, бірақ продажа жоқ. 13 күнде 43 миллион продажа жасады. Керемет.
Иә, 13 күнде 43 миллион продаж жасады. Не үшін? Потому что сол артықшылықтарды просто көрсете алмады да рекламада. Оның алдында да көрсете алмаған. Сосын отдел продаж. Мен отдел продаж тоже WhatsApp желісін өзіме алып аламын, потому что мен рассылка тоже жасаймын. Авторассылка бар, кстати. WhatsApp'тан аптасына бір рет, каждый 5-ші күн просто осы Ақтау қаласының тұрғындарын өзіме жинап аламын да, и WhatsApp'тан рассылка жіберемін. Осындай мебельге, осындай заказ бере аласыз. Просто как раздавашки ғой. Бұрын бумажкалерді таратып жүруші едік қой. Енді қазір соны WhatsApp'тан таратуға болады да. 500 адамға дейін таратуға болады. Мен 400 адам, аптасына 400 адам. Строительныйларды дәл солай жасаймын. Сосын строительныйда уже база своих клиентов бар ғой, данные. Соны жинап аламын да, например, келесі ЖК салынып жатқан кезде, например, 41-ші микрорайоннан ЖК салынып жатыр, и біздің баяғы клиенттерімізге басқаша баға деп рассылка жіберген кезде, сол баяғы квартира сатып алғандар қайтып келеді да. Сол рассылка тоже өте жұмыс жасайды. Просто бір бизнеске рассылканы пайдаланбайды екенбіз. Авторассылка, иә. WhatsApp helper бар ғой кәдімгі. И сол WhatsApp helperмен авторассылка жібересіз. Аптасына, ладно, күнара жібермей қойыңыз, аптасына бір рет сол 500 адамға жіберіп тұрғанның өзі напоминание ғой, а вас напоминание. Просто анда брошюрка таратқан сияқты да. Жақсы, негізі тоже жақсы жұмыс жасайды. Кез келген бизнесқа кірген кезде просто вникать ету керек та. Сол бизнеске не только таргетолог ретінде, мен сол бизнеске как сотрудник ретінде кіргім келеді да. Просто түсінгім келеді. Қай жерде қандай ошибка, қай жерде не болып жатыр. Например, ЖК-лардан сұраймын ғой, қай ЖК өтпей жатыр деп. И сол ЖК-ға уже мен направляться етемін да, именно давайте осы ЖК-дан сатайықшы деп та. Мысалы айтады ғой, 41-де новострой ең новыйдан салынып жатқан, 41 вообще өтіп жатқан жоқ. 17 нормально өтіп жатыр, например, 20 өтіп жатқан жоқ деген сияқты. Сол кезде сразу. И бір жақсы собрание болады ғой, например, строительный компанияда, каждый сотрудниктер анау-мынау өзінің идеяларын айтады, например, соңында сен өзіңнің бір идеяңды бірдеңе деп айтып қаласың ба, все сенікін принимают да, сонша адамның ішінен прям мәз болып кетесің, о деп та. И понимаешь, что бәрібір таргетологтың орны бәрібір бөлек деп та, күшті болып қаласың, иә. Мен өзім білмеймін, солаймын, давайте деп, мен бірдеңе айтамын ғой, давайте сөйтейік деп. Ладно, давайте. Дананың айтқан давайте на этой неделе сделаем, а қалғандарыныкін жазып әкеле сал, по очереди подумаем деп та, сөйтеді сол кезде. А бізде Ақтауда сен 2 компаниямен жұмыс жасаймын дедің да? 2 строительный. Екеуі де бір салада. Екеуі де бір салада. Екеуі бір-біріне конкурент. Негізі мен бірдей подход жасап, негізі мен бір-бірін аңдып отырмайды ма? Иә, негізі мен бір қаладан 2 строительный алмаймын. Просто екінші строительный менің танысымдікі болып тұрды да, и оларда тек бір-ақ ЖК, и у них чуть-чуть квартира осталась. И содан кейін ладно, көмектескенім болсын дедім. А так, негізі, честно, бір қаладан 2 строительный ни в коем случае алмаймын. Почему? Потому что екеуін бір-біріне конкуренция жасап, екеуін бір аукционға таластырып қойғым келмейді. Мен соның бәрін өзім көзіме көре отырып, жоқ, ол қарағаннан да бетер, Фейсбукта өзі аукцион болады. Аукционға талас болады всегда. Олар еще олар көбірек бюджет салады, сол жақсы аукционға түсіп кету үшін да. И сол үшін мен соларды көзіммен көре отыра, мен олай таластырып қойғым келмейді. И сол үшін тек, например, таунхауста 3-ші, который строительный компания бар ғой, олар тек таунхаус салады, теңіз жағасында, Рикс жақта салып жатыр, клубный дом салып жатыр да. Олар нормально, олар бөлек ниша вообще уже, олар бөлек. Ал строительный компания, который квартиры именно қаланың ішінен салатын болса, бір-біріне уже конкуренция болады. Мен оларды алмаймын. Сол. А екінші, который оларда тек өзі бір-ақ ЖК, и соны енді аздап квартиралар қалып тұр, и соған көмектесейін деп шештім. Ладно деп та, и соларды жасап жатырмын. Керемет. Бірақ табысыңды айтпадың, қанша табатын? Табыс болғанда таргетолог қанша табуы мүмкін? Енді әркімнің өзінің аппетитіне қарай ғой. Например, мен өзім қанша өзімнің энергияма қарай, например, көбірек жұмыс жасай алам, жаңағыдай делегировать етем, үйдің тірліктерін жасамаймын, вообще үйде, вообще посуды жумаймын, тамақ пісірмеймін, үй жинамаймын да, например. Балдар туда-сюда развозками вообще заниматься етпеймін, мысалы. Күйеуім бұрын өзім тасый беретін, қазір жоқ, потому что менде уже уақыт жоқ. Мен сол графигіме қарай аламын да. Соған қарай уже в данный момент тек строительныйлардан 3 миллион айына табам. Тек строительный, тек айлық. Если еще плюс строительныйда бір жақсы бонус береді. Например, бывает отдел продаж
обрабатывать етіп тастаған лидтар бар ғой, который болды мына кісілер алмайды деген. Мен отырамын да 2 сағат соларға уақытымды бөліп ішінен звондаймын, кейде бүйтіп қараймын да ана номерлердің ішінен, мына номер ұнап тұр деймін да, аламын да звондаймын да, и солармен а душой сөйлесем и продажаға алып клиенттермен жеке сөйлесіп те кетемін. Иә, 2 сағат уақытымды арнап сөйтіп отырамын да сөйлесемін. Каждый продажадан, например, 3 бонус береді. Каждый продажадан процент береді. И если 3 квартира сатсаң, бір айдың ішінде 3 квартира сатсаң, миллион тағы бонус берем деген. Мен кейде бывает, бір айда емес, 2 аптада 3 продаж жасаймын, 3 квартира сатамын. Хоть 1 комнатный болсын, хоть 3 комнатный болсын, хоть 1 комнатныйдан 3-ін сата бер, сол 1 миллион подарочный бәрібір береді сверху. Почему? Потому что өзінің отдел продажындағы қыздар сата алмай отқаны үшін. Солай. Потому что мен былай қарадым, отдел продажда қыздар слабо работает иногда. Потому что отдел продажға что ошибка, да, мына нелерде, строительныйларда. Сол проблема барлық бизнесте бар да, таргетпен клиент алып келесің, уже ана жаңағы подробно деген кнопка бар, тағы бірдеме деген кнопкалар басады, клиент уже өзінің жаңағы бірінші действиесін жасады ғой. Иә. Біздің тарапымыздан сол обработка жасалмай қалады да, кері қарай клиентке бірдемен алғызу деген. Иә. Соны қалай оңалтуға болады? Жақсы отдел продаж алу керексіз. И плюс бонус қосу керексіз. Мысалы, айту керексіз, чтобы интерес болу үшін. Сосын мен всегда айтамын, строительный компанияға әдемі қыздарды алғысы келеді, привлекательный, да. Ладно, мен қарсы емеспін, әдемі қыздарды алсын. Бірақ олар жас қыздар. Оларға особо көп ақша керек емес. Өздерінің анау-мынауына әйтеуір қыдырғанына бүйткеніне, сосын жаңағындай жігітімен ұрысып қалса, настроениесі жоқ. Вообще, я квартира аласыз ба, жоқ па? Кислый сөйлеседі да. Иә, сау болыңыз деп қойып тастайды. Андай күшті сөйлескен кезде ана алғың келіп кетеді ғой. Даже бывает андай бірдеңені алмай просто магазинге кірсең, косметика магазинге жағып көрсетеді, ана кожаны саған айтады, бүйтеді, сөйтеді, түсіндіре берген соң андай ішінде андай чувство болады ғой. Иә, ұялғаннан алып кетесің ғой. Сондай чувство оятады ғой. Сол үшін, например, сол қыздар сол жерге қойып қойған маркетинг бойынша да, енді ана боянатын заттың түрін сізге тестировать етіп көреді, тестерларын ашып, если жоқ болса, давайте я вам сейчас новую открою деп. Көресіз ба? Прям күшті подход жасайды. И ана жерде алайын деп тұрған жоқсың, что у тебя уже есть тюбик там уже үйде жатыр да. Но все равно ана подходына алғың келеді. Мен өзім солай неше зат алдым, например, да. Иә, енді сондай чувствоны оятып прям сатады даже, да. Сол үшін отдел продажға мықты адам. Мен айтам, отдел продажға желательно мамашаларды алыңыздаршы деп. Потому что бонусқа қызығады мамашалар, потому что баласы бар. Балаға всегда өзімізден артық көбірек зат бергіміз келеді ғой. То, что у нас не было, соны бергіміз келеді. Лучшее детство, жаңағы армандар. Например, мен балам осы жыл жазда Америкаға лагерьға жіберем деген. И соның бәрін жүгіріп дайындап жүрдім. И балам омыртқасын сындырып қалып қойды. И сол кезде мен просто ойлағаным, слишком Құдайдың несін өзіме алып алдым ба, или как бы бүйтіп айтқам ғой күйеуіме. Күйеуім айтты, ладно, посмотрим, обстоятельства қарап, Алматыға барып қаларын, может, ата-әжесіне деп та. Мен айттым, жоқ, осы жазда Нұрдәулет точно Америкаға лагерьге болады. Болды, барады дедім мен. И сосын по-любому барады. Қандай жағдай болсын, болмасын барады дедім. Бірақ омыртқасын қалып бармады ғой. Сол кейде қатты айтып қалам ба деп ойлап қалам да. Қандай жағдай болсын болмасын, по-любому осы жыл Нұрдәулет барады деп айттым. Бұйыртсаны қоспаған соң. Бұйыртса деп айтпадым да. И қатты кеттім ба деп ойлаймын. И уже все, бара алмайды. Омыртқасын қалып, и разрешение жоқ. Медосмотрдан разрешение бермейді да, лагерьге қатысуға болмайды. Прыгать, скакать там вообще нельзя. Солай қалып қойды балам. Енді Алла бұйырса, осы жазда бұйырса барады інісімен. Алла бұйырса деп отырмыз сол үшін. Сол отдел продажға сол үшін мен айтам, мамашаларды алыңыздаршы деп. Они не хотят, например, строительный компания. Олар еще клиентпен сөйлескен кезде де маманың позициясымен сөйлеседі ғой. Иә. Жас қыздар олай сөйлеспейді. Жас қыздар ол әлі тұрмыс құрмаған, олар үй керек деген проблеманы басынан өткізбеген деген сияқты да. Ал семьялы адам бірінші өзіне үй аламын дейді, сосын бала туылғаннан бастап ойбай баламызға үй алуымыз керек деп біздің қазақтардың солай басталып кетеді ғой сразу. Иә. Басқа демалыс нені ойламайды. Вот, иә. Например, бізде отдел продажда в основном жас қыздар күйеуге шықпаған, солар онша сауда жасамайды. Именно бір келіншек бар, который в разводе, бір ұлы бар. Соның продажасы жақсы болады всегда. Мен айтам, көрдің ба? Почему солай? Потому что бәрібір
мамаларды алыңыздаршы жұмысқа, потому что олар вдвойне ответственность болады оларда. Жас қыздарда, енді білмеймін, мен бәрі деп айта алмаймын, может жас қыздарда қазір бар ғой пысық, которые өзіне квартиру хотят, машину хотят, например, да, но в основном білмеймін, жалқау, иә, жалқаушылық бар бәрібір. Жаңағыдай полусонная келіп 9-да волосы крутить етіп отырады, когда мен 9-да барып отырам ғой. Маған айтады, жатпайсың ба, үйіңде бір кнопкаңды басып, не істеп отырсың, офиске таң атпай келіп 9-да деп та. Сосын бухгалтериядағы апа айтады, мен бұйырса қызым бар, енді 10-ға шықты, кішкене өссін, сен сол мына таргетті бәрін үйрет, иә, бәріміздің ішінен қазір көп айлық алып отқан сен ғой деп сөйтеді. Бухгалтериядан счет фактурамен қол қойып аласың ғой, и она видит, сколько ты там получаешь. И сол кезде айтады солай. Керемет. Мен айтам, иә, бұйырса, Алла бұйырса, конечно, үйретем. Беріңіз қызыңызды, жіберіңіз мен қасыма. Почему бы нет деп та. Сонда таргетолог мамандардың аппетитіне қарай өзінің жаңа табысы өсе беруі мүмкін, иә? Тапқан жаңағы объектісіне қарай ғой енді. Енді аппетит болғанда да плюс опыт болу керек, еще ответственность болу керек. Енді, например, мен өзімнің жұмысыма өзім 1000% гарантия бере аламын, сол үшін мен қымбат айта аламын чекті, да. И мен любой, например, маған келген үлкен компания, хоть мебельный, хоть строительный, хоть жаңағы ремонт жасайтын компаниялар болсын, мен сразу мен уже түсіндіріп, айтып, көрсетіп бәрін да, қалай жұмыс жасайтын бәрін поэтапно көрсетіп түсіндіргеннен кейін уже олар менің қанша деп сұрасам да, бағасында, мысалы айтам ғой, қанша деп айтсам да, жоқ демейді. Мысалы ең арзан айтқаным, например, давайте первый пробный месяц 350 мыңнан бастаймыз десем, ладно дейді. Келесі ай уже 500 болады деп айтам, например, да, строительный болмаса, ана нет, мебельныйларға солай айтам, например, давайте деп. Сосын жазда жалюзилар тоже жақсы өтеді. Сосын мен жазда вот өзімнің күйеуімнің жаңа бизнесі бар ғой, который яхты, катамараны. Олар бар да? Иә, 3 ай жаз сайын жасаймыз. И соған мен реклама жасаймын, например, тоже, да. Вот, нормально тоже. Бір ең жаңағы пиковый моментті сол таңда ғой. Таңда 5-ге жазылады, 6-ға, 7-ге, 8-ге, дальше все тишина. Вот тишинаға уже счастливые часы деп, ол кезге де мен бос отырғызбаймын ол баланы. Бәрібір келеді адамдар паскетке, там жаңағы нелермен, договормен, басқа нелермен сол келеді. И к вечеру уже сол баяғы баға бастала береді, потому что кешке қарай по-любому адам көп болады да. Қазіргі таңда Дана қанша шәкіртің бар? Шәкірт дайындап жатырсың ба? Және олардың жетістіктері қалай болып жатыр? В данный момент менде как раз курс өтіп жатыр. Курс ұзақтығы 2 ай, бірінші ай өтіп біттік, екінші ай басталып кетті. Бірінші ай өтіп біткенде мендегі қазір уже студенттер нормально, азы 100 мың, көбі миллион уже тауып жатыр. Бітірмеді бірақ әлі? Әлі бітірген жоқ. Енді бітірген бұйырса. Табыс тауып жатыр. Иә, біреусі по процентам плюс айлық, 200 мың айлықпен плюс процентке келіскен, қалғандары айлық. В основном солай фикс плюс процент деп келісіңдер деп айтам. Көп жағдайда, например, тоже можно, потому что мен өзім солай тоже көп жұмыс жасаған соң, солай үйретем. Сонда, мысалға, курсты бастап, сразу табысқа шығуға болады деген сөз, да? Иә. 4 жыл универдегідей оқып, күтпей-ақ табыс табу кезін. Керемет. Например, даже үйде отырып, бір проектті алып, сол бір проектке күніге 2 сағат уақытыңды бөліп, нормально креативтерін жасап, дұрыс қарап, дұрыс анализ жасап, тестировать етіп, любой бағытқа қарай дұрыс қарап отырса, қадағалап, постоянно сол нишаға клиент әкеліп беріп отыра алса, онда ол таргетологпен ұзақ жұмыс жасайды. И, например, үйде отырып, просто бір проектті алып алып, спокойно 300 мың үйде отырып та табуға болады негізі. Жас ерекшеліктері қалай? Жас ерекшеліктері особо менде самый жас қыз 16-да. Тоже нормально. Жасап жатыр, студентка. Студенттік өмірінен тыс кезде жасайды. Онда енді қатты көп студент қазір көп тауып атқан жоқ, который вот миллион тапқан, вот сол қыз келіншек ол 37-де. Сосын мен, например, курс осы кезге дейін ашқан жоқпын, осы тек проекттермен жүрдім, үлкен проекттерді алып, и курс ашпай жүрдім, бір рет солай ашамын деп, өзімнің жаңағы состоянием байланысты ашпай қалдым деп айттым ғой, и ақшаларын қайтып бердім деп, енді осы бірінші поток как бы менде, и результаты уже намного лучше. Сосын мен курс өзімнің жеке курсым болмағанмен, мен спикер болдым.
спикер болған, спикер болып, таргет жайлы спикер болып жүрдім. Спикер болып жүрген кезде, сондай маркетинг жөнінде сабақтар болған кезде мен спикер ретінде шақыратын. И сол кезде ең үлкен апа 65-те болды. 65-те болды. Таргетке үйреніп жатырды. Таргет, СММ, мобилография үйреніп жатырды. Тоже очень даже старалась, прям, если честно, қалмайтын сабақтан вообще. И еще плюс прям бірдеңе айтасың ғой, прям андай жазып түртіп та өзіне керегін солай барынша сөйтетін. Керемет. Актуально. Сонда таргетке адамның жас шектеуі жоқ. Ең бастысы компьютерді білу керек қой. Компьютерді аз айдан бастап компьютердің жаңағы қай жерден қосу керек, қай жерден басып ашу керек, оның бәрін үйретпейсіңіз, оның бәрі уақыт алады. Жаңағы компьютерлік сауаттылығы болу керек. Сосын ары қарай адамның алып кетуіне байланысты, иә. Кез келген жас алып кете алады деген сөз ғой сонда. Иә. Каждый второй мог бы сделать, например, да, настроить таргетті каждый второй жасай алушы еді. Просто ноутбукты просто қосып, Фейсбукқа кіріп білсе болды. А так особо Фейсбуктың ішінде ғой, дальше жұмыстың бәрі. Есіме түсіп отыр, таргетте ретаргет деген термин бар да. Сол жөнінде қысқаша. Не ол? Ретаргет дегеніміз ол, например, біздің рекламаны бір рет көрді, біздің инстаграмға кірді, қандай да бір действие жасады, лайк, комментарий там өзіне сақтап алды деген адамдар, яғни олар қызықты. Просто бір рет кіріп шықты, инстаграмға қарап шықты, бірақ ештеңе сатып алмады. Ол адамдарды, например, жинап алып, именно сол адамдарды, именно комментария жазғандар, или именно өзіне сақтап алған адамдар деп, соларды жинап, оларға басқаша креативпен бөлек уже оларға креатив шығарып, реклама шығаруға болады, ретаргет. Яғни, например, мысалы бір осындай гүлді түбегімен сататын болсақ, осыны көрді, қызықты, сақтап алды, бірақ сатып алған жоқ. Енді осыны, дәл осы гүлді шығарып, уже басқаша креативпен шығарса, уже олар екінші рет көріп тұр, дәл сол бұрын көріп кеткен соң, уже екінші рет мынандай ұсыныспен келіп тұр, мынандай акциямен келіп тұр деген соң, уже олар сатып ала алады да уже. Получается, уже теплый клиент деген сөз ғой да, уже кішкене информациясы бар. Сол туралы біледі, бірақ әлі кішкенде бірдеме жетіспей тұр, оны сатып алуға деген сияқты. Соларға қайтадан повторны таргетпен реклама жіберуге болады. Жіберуге болады, Сосын, например, мынандай жағдай бар. Тағы бір хитрый несі, таргеттің бір секреті. Например, любой кез келген конкуренттің аудиториясын алып, или блогердің аудиториясын алып, соларға таргет жіберуге болады. Солай тоже болады. Сосын, например, мен былай жасаймын. Айтып отырмын ғой, не болады, жаңа авторассылка жасаймын деп WhatsApp-пен. Ол адамдарды база, өзінде база болса, соларға рассылка жасаймыз, рас. Сосын базаға емес, например, конкуренттің аудиториясын жинап алып, солардың номерлеріне рассылка жасауға да болады. Номерін қайдан аламыз? Ол сол программаның ішінде. Керемет. Солай. Мына барлық бизнеске керек ақпарат екен. Жалпы, Керемет. Мен өзім қаншама инсайт алып отырмын да осы ақпарат нені сұхбаттың барысында. Керемет. Сосын мынандай случай болады да, былай айтады, бір кісі айтады, менің соткам непелі, ішінің бәрі тек соғыс, төбелес, Украинаны көрсете береді дейді да. Сосын тағы бір қыз айтады, тек маған жаңа көйлектерді көрсете береді, маған тек көйлектердің бәрін көрсете береді, басқа заттарды дым көрсетпейді дейді. Сосын мен күлем, ол сенің интересіңе қарай, саған не қызық болды, бір рет, екі рет, үш рет. Сосын саған сол сияқты ақпараттарды присвоить етіп қояды. Сол туралы ашып айтып жіберсеңіз, жалпы халыққа түсінікті болу үшін неге олай екен да? Қазір енді как бы все уже догадываются, уже түсініп жатыр да, что бір затты айтса, или бір затты естісе, бір затты сөйлесе, или біреуге жазса, сұраса, сол зат алдынан шыға беретіні да. И сол интересті просто Facebook присваивать етіп қояды сол адамға, и соны қайта көрсетеді алдынан. Бұл искусственный интеллект деп айтамыз ғой да бұны. И плюс искусственный интеллект деп айтуға. Бір жағынан ол Facebooktың өзінің солай настройкасы солай. Қазір бізде Facebook, Instagram, WhatsApp үшеуі бір, и сол жерде біз не жайлы әңгіме айтамыз, сол үш жерде. Не жайлы тақырып қозғалады, не затқа біз көбірек лайк басамыз, сол затты бізге көбірек алдымызға көрсете береді. Солай. Потому что уже айтып отырмын ғой, фингерпринт, яғни ол біздің данныйларымызды не жаздық, соның бәрін Facebook как сайт ретінде біз жайлы бәрін біліп отырады. Оны тоқтату үшін не істеуіміз керек, например, жаңа соғыс жайлы информацияны уже қарағысы келмейді.
мне не интересно деген басуға А, болады. мгм. Жаңағы 3 точка тұрады ғой, и сол Иә, жерден иә, иә. басып, мне это не интересно деп басу керек бір екі рет. Все, содан кейін көрсетпейді. Ал енді Дана қарашы, бізде Инстаграмда бизнес иелері көп та, кәсіп иелері көп. Біреуі көйлек сатады, біреуі аяқ киім сатады деген сияқты. Біреуі сыртта жаңағы ерік кішім сатып отқан апайларда мысалға өзінің Инстаграмын жүргізіп, жаңағы саудасын өткізіп жатыр. Ол кісілер Инстаграмның ішінде функция бар да, продвигать деген функция бар. Сол бойынша таргетті жүргізе берсе қалай болады? Мысалға сіз сияқты кәсіби маманға хабарласпай-ақ. Ол таргеттің айырмашылығы неде? Сіздің жасайтын функцияңыздан не айырмашылығы бар? Енді бұл сұрақ өте орынды. Например, қазір каждый второй бизнеске реклама керек. Любой жерде реклама болмаса бизнес құлдырайтынын ол бәріміз де білеміз. Енді кез келген бизнес рекламаға аянбаған дұрыс деп айтқым келер еді. Енді продвигать кнопкасы мүлде жұмыс жасамайды деп айтпаймын. Ол жұмыс жасайды. Например, продвигать кнопкасында в основном сол Инстаграмға қандай да бір қатысы болған, например, сол именно сол бірінші подписчиктерінде, жаңа өзіне подписан адамдарға, подписчиктерге көрсетеді да, сол рекламаны продвигать еткен кезде. Сосын сол өзінің подписчиктеріне ұқсас адамдарға көрсетеді. Сол разницасы. Сосын мына жерде көбірек тестировать ете аласың. Жаңағыдай бірнеше креативтерді тестировать етеміз. Мысалы, Фейсбуктың ішінде өте көп мүмкіншіліктер бар, тестировать ететін. Сосын, например, айттым ғой жаңа, сегменттерге бөліп тестировать етеміз, шығарамыз. Ал мына жерде олай жасай алмайсыз продвигатьта. Просто общий жіберіледі да. Сосын тестировать етесіз, сосын бір бюджетті қойып, бірнеше креатив жіберуге болады. Мысалы, мына жерде сіз $5 или $10 қойып продвигать етесіз, ол сіздің бір ғана креативіңіз, ол креатив адамдарға өте ме, өтпей ме, слив болуы мүмкін. Ал мына жерде сол қойған $10-15 3 креативті тестировать етуге болады. Қайсы адамдарға көбірек жақсы өтіп кетсе, қалған өтпегендерін өшіре қоюға болады. Солай, тиімділігі солай. Негізі профессиональный таргетированная реклама енді по-любому лучший вариант деп ойлаймын. Если енді начинающий бизнес болса, например, менде клубника в шоколаде, да, ниша болды емес, қазір де бар. Ол өзімнің апам, который делает клубника в шоколаде. Басында тоже солай продвигатьпен, әйтеуір бір-екі клиент болып жүрді, шүкір болып жүрді. Дым жоқтан жақсы. Бірақ енді все-таки мен айтам, есеп болу керек. Любой бизнеста математика болу керек. Сен есепте қанша клубника, қанша теңге болады деген сияқты. И сол кезде мен айттым, давай мен саған бір күнде 500 000 сауда жасауға жасап берейін таргетті. И солай біз реклама шығардық. Мен таргет настроить етіп бердім. И сол кезде шынымен олар 509 000 сауда жасады бір күнде. Клубника в шоколаде. Например, клубника в шоколаде арзан зат деп ойлайсың ғой. 500 000 сауда жасамайды ау деп та. Одан да көп жасауға болады негізі. Просто дұрыс реклама шығару керек. Жаңағыдай сегменттерге бөліп, каждый аудиторияның өзінің боль потребностіне қарай, например, студенттерге бөлек, жаңағы жерік асы деген сияқты жегісі келетін әйелдерге, мысалы, ер адамдарға бөлек, уже кішкене триггерить етіп, кішкене сатып алу ықтималдылығын көбейтіп, кішкене итермелеп, солай реклама шығарған кезде уже саудасы 10 есеге көтеріліп кетті ғой, например, да, бір күнде нормальный сауда жасады. И сол өздері уже шаршап бір күн солай көп мен айттым ғой, 1 килограмм клубниканың 1 килограмм ішінде қанша клубника болады, қанша шоколад кетеді, соның бәрін есептеші, давай маған шығаршы. Онда давай дедім, стаканчик шығарасың 2500 теңгеден, бүгін 100 стаканчик жаса дедім. Уже 250 000 теңге, соның расходы, например, 130 000 теңге болса, ар жағындағы уже сенің прибылің бір күнде, да. И плюс ар жағына букеттер, жаңағыдай жерік ас дегенге, например, жаңағы балапан деген бокс шығарасың дедім. Бәрін өзім уже придумать етім. Айтам ғой, кім қашан не үшін сатып алады деп. И сол кезде жаңа студенттер именно ТРК-ны кинотеатрды посещать етіп жатқан адамдар деп таңдадым. И Аққаланың дәл қасындағы зданиесі. И сол Аққала молға киноға келген адамдар деген сияқты. Негізі продажасы өте жақсы болды. Уже как бы отдел продаж қасына отырғызып қойды, сестренкасын, и солай жақсы сатты. Ал таргетті сөйтіп өзі продвигатты басып, ары қарай тағы әр нәрселерін шұқыланып, өзі таргеттің бүткіл қыр-сырын біліп алу деген мүмкіндік қарастырылымы жоқ па? Ондай жоқ, точно. Бәрібір де білім алу керек, оқу керек, та? Енді ізденіп білім алып қарау керек, но все-таки, например, для начала продвигатьпен тоже можно. Ол да жұмыс жасамайды деп айтпаймын, айтам ғой, ол да жақсы результат береді. Бірақ жаңағыдай
плюс 3х деген болмайды да бәрібір. Потому что бәрібір уже көрдіңіз ба, өзі продвигать етіп жүрген кезде клубника в шоколаде, например, күніге 1-2 бокс сатып жүрген кезде, это уже было другое. А когда мен уже настроила таргет и бір күнде 509 мың теңге сауда жасаппыз деп бәрін жазған кезде, это уже было другое. Потому что каждый затты жаңағыдай креативті, каждый аудиторияны бәрін бөліп, бәрін қадағалап, жұмыс жасап отырғаннан кейін уже ол по-любому дұрыс результат болады деп ойлаймын мен өзімнің практикамнан. Солай. Қорытындылай келе, бұл таргетолог деген, бұл біздің қазіргі енді жаһандану заман дейміз, дамушы экономика, соның бір енді алдағы уақытта ешқашанда ажырамас бір мамандығы болып кетейін деп тұр ғой да. Оған бәріміз үйренуіміз керек, жас буын. Иә. Да? Иә, енді, например, енді біз уже, мен өзім қазір, например, 30-тан кеттім, енді орта буын уже бізде, да, мен артынан келе жатқан сіңілдеріме айтар едім, міндетті түрде кеш емес. Иә, мысалы, или даже өзімнің сверстниктеріме, например, мен жаста келіншектер бар, ой, уже біз үйрене алмайтын сияқтымыз деген ой болса, ол қате. Адамның істеген адам істейді, істей аламыз, Алла бәрімізді бірдей жаратты, сол үшін тәкаппар болмау керек. Мысалы, мен өзім көп жетістіктерге жетуіме осы адамгершілігім, яғни адамдардың бәрін бірдей көруім солай өте әсер етті деп ойлаймын. Солай тәкаппар емеспін, барынша адекватно любой любой адамға бірдей қараймын да, мысалы. И сол үшін өзімнің артымда еріп келе жатқан сіңілдеріме де айтар едім, если ойланып жүрсеңіздер, обязательно начните. Любой қандай не затты істегіңіз келіп ойлап жүрсеңіз, например, идея дейді ғой, идеяны Алла құрдан бос жібермейді. Каждый адамның өзінің, например, идея ауада жүреді дейді негізі. Мен жаңағы ауада жүреді, и сол бір просто келеді, сол идея сенің басыңа келіп қонады дейді. Именно Алланың қалауымен да. Значит, сол идея келді ма, бірдеңе жасаймын деп ойлап жүрсіз ба, хоть не зат болсын, просто алыңыз да жасаңыз, просто начните, и все. Ең маңыздысы просто начать дейді ғой, просто бастау керек, и все. Солай айтар едім. Керемет, рахмет. Рахмет сізге де. Бүгінгі біздің сұхбатымыздың ең бірінші мақсаты осы қазіргі замандағы заманауи мамандықты ашып көрсету болатын. Менің мақсатым осы ашып көрсету, сосын халыққа түсіндіру. Егер де қызығушылық танытып жүрген, осыны үйренгісі келіп жүрген адамдар болса, оларға бір ықпал ету, осыған бірінші жаңа қадам бастап кетуге да. Жалпылама толықтай ақпарат беру еді халыққа, осы таргет жөнінде, жаңа төбесінде реклама деп шығып тұр ғой, содан шықты деп айтып отырмау үшін да. Сондай бір өзіміздің жаңағы мақсатымызға жеттік деп ойлаймын, меніңше. Біраз ақпарат мен өзім қанша жерден білем, жаңағы біршама ақпаратты деп ойласам да, мен өзім осы жерден көп информация алдым өзіме. Рахмет, өте қуаныштымын. Енді біздің бүгінгі бастап жатқан подкастымыздың атауы үшбұрышты әңгіме. Сізге қалай естіліп жатыр үшбұрышты әңгіме деген сөз? Өте күшті, прям тағы да келесі подкастты уже как бы тағы бір күшті тақырыпты талқылау ретінде тоже хотела бы сізбен бірге тағы подкаст түсіруге. Комплимент деп қабылдаймын. Вот, енді мен мағынасын қалай түсінесің үшбұрышты әңгіме дегенде? Не елестейді көзіңе? Үшбұрышты әңгіме дегенде мен өзім, например, орысша оқыдым, если честно, да. Мен ондайдай қаттандай бұрмалы сөздерді қаттандай кейде догонять етпей қалам. Честно, да, енді. И сол үшін үшбұрышты әңгіме, это как бы бір затты алып и талқылау, думаю. Солай деп ойладым, енді үшбұрышты әңгіме деген сол бір тақырыпты алып, соны талқылау да. Солай деп ойладым. Жақындадың, жалпы. Енді мен өзімнің версиямды айтайын. Үшбұрыш деген фигура, бұл қай жағынан қарасаң да, тік төртбұрышты үшбұрышты аламыз ғой енді. Қай жағынан қарасаң да, ол бірдей формада тұрады да, барлық қыры бірдей. Бұл біріншіден. Екіншіден, біз осы подкасттың бағыты жалпы кәсіп жасап, жекеге шығып, кәсіптен нәсіп тауып жүрген адамдар туралы, солардың бастамашылығы туралы айтатын болғаннан кейін, олардың үш түрлі
үш қыры бар деп мен солай пайымдадым да. Яғни бір бұрышында өзі тұрады, екінші бұрышында төбесінде жаңа бастап жатқан кәсібі, және үшінші бұрышында өзінің отбасы, семьясы деген сияқты да. Яғни осы үшеуінің барлығын ол алға қарай жылжу үшін баланста ұстап жүру міндетті. Жаңа өзіңіз де айтып отырсыңыз, жаңа көп оқыдым, тоқыдым, психологияны оқыдым, таргетті емес тек қана деп та. Оның барлығы не үшін? Оның барлығы баланста ұстау үшін барлығын. Ол жаңа бала шағаңмен қарым-қатынас, жолдасыңмен қарым-қатынас, оның ар жағында ата ене деген тақырыптар бар да. Солардың барлығына олардың барлығы өзің саған әсер етеді, саған әсер еткеннен ол сенің бизнесіңе әсер етеді, кәсібіңе. Осылардың барлығын баланста ұстау үшін үш бас, жаңа ошақтың үш аяғы деген сияқты үшеуі тең болу керек деген оймен мен осы үшбұрыш деген фигураны алып алдым өзіме. Классно, әңгіме деп. Оны кеше Мирас айтты, пирамида Маслоу пирамидасы сияқты деп сөйдеді. Оған да келеді екен деп қойдым енді. Жаңа қажеттіліктер теориясы бар ғой Маслоудың. Оған да келеді екен деп қойдым, ол тоже вариант екен деп. Осындай бүгін маған қолдау білдіріп, бірінші осындай сұхбатымызға аяқ басуына, жаңа сен айтқандай, идея, ауада жүрген идея мен енді жаңа қайыптан тайып миыма кіргеннен кейін соны жасау керек болдым. Осыған осы түсірілімге бірден келісім беріп, маған қолдау білдіріп, бастап кетуіме ықпал етіп, әсер еткеніне үлкен рахмет айтамын. Сізге де рахмет. Алдағы қойған барлық мақсаттарыңа, жаңа миллион, миллиардтар бағындыратын үлкен биіктерге жете беруіңе тілектеспін. Рахмет, көп-көп. Және бүгінгі осы шығарылымға қолдау білдіріп, демеушілік көрсетіп отырған Қазақ Silver күміс орталығы бар. Сол жерден сізге шағын сыйлығымды табыстағым келеді. Рахмет. Қабыл алыңыз. Рахмет. Классно. Ал Қуаныштымын. бүгінгі күніміз жағымды, жақсы өтті деп ойлаймын. Маған да, саған да. Барынша көңіліңізден шықтым деп ойлаймын. Сұрақтардың бәріне барынша ашып жауап бердім деп ойлаймын. Алдағы осы бастамаңыз күшті болсын. Алдағы уақытта прям күшті подкасттарыңыз көп болсын. Көрерменнің бірі болайық. Всегда қарап, бақылап, қуанып, жетістіктеріңізге қолдап отыратын жанның бірі мен боламын. Тек жетістік, тек жақсылық тілеймін. Аумин. Рахмет. Рахмет сізге де.